Сәлем достар, бүгін сіздерге үйде тандырсыз ақ керемет самса пісіруге болатынын көрсетемін. Самса өте дәмді, шырыны ішінде сақталған қатпары әдемі самса рецептісін ұсынамын. Алдымен қамыр илейміз. Ол үшін ыдысқа мұздай су, тұз салып жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнды біртіндеп салып, қатты қылып қамыр илейміз. Иленген қамырды мешочыққа салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырды тоңазытқыштан шығарып, жұқа етіп жайып аламыз. Бетіне еріген сары майды жағамыз. Майдың майлылығы 72%-дан жоғары болуы керек. Сонда самсамыз қатпарлы болып шығады. Рулет сияқты орап, мұздатқышқа 40 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, пиязды ұсақтап турап, ыдысқа саламыз. Дәміне қарай үстінен тоз бұрыш қосып, жақсылап араластырып, 10 минутқа шетке алып қоямыз. Сонда біздің пиязымыздың шырыны шығуы керек. Тартылған етті үстінен қосып, салқын су құйып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Қамырды мұздатқыштан шығарып, бірдей бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті видеодағыдай домалатып аламыз. Енді әр бөлікті жұқа етіп жайып шығамызда, салма салып, шеттерін түйіп аламыз. Түйілген жағын бетіне қаратып қоямыз. Самсаның бетіне жұмыртқаның сарыуызына 2 ас қасықтай сүт құйып араластырып, пергамент төселген табаға самсаларды тізіп, бетіне жағып шығамыз. Самсалардың бетіне күнжіт сеуіп, қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне өте дәмді, қатпарлы самса дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақгүл. Келесі видеода кездескенше.